Assalamu алейкум. Бүгін сіздермен кроссбоди сөмкесін тоқитын боламыз. Ол үшін бізге номері 6-шы ілгек, қайшы және де осындай замок, екі жағы да ашылатын дөңгелек фурнитура және де 1 метр темір бау қажет. Сонымен қатар бізге 2 моток қоңыр түсті трикотаж жібі қажет болады. Бисмиллах деп сөмкемізді бастаймыз. Ең алдымен осындай бір түйін түйеміз. Сол түйіннің ортасына ілгекті өткізіп, негізгі жіпті ілгектен іліп ала отырып, осылай 20 рет тоқимыз. Алғашқы қатарымызды тоқу үшін қосымша тағы бір ілгек іліп аламыз, яғни 21-ші рет іліп алып, 20-шы тоқылған бөліктің арасына ілгекті кіргіземіз, және де сол бөліктен негізгі жіпті іліп ала отырып, ілгектің бойындағы екі жіптен де өткіземіз. Әрі қарай тап осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Бірінші қатарымыздың соңына да келіп жеттік. Ең алдымен осы бірінші қатардың соңындағы астыңғы бөлікте осы қысқа жіпті түйінін шешіп, қорықпаңыздар, шеше беріңіздер, ешқандай да сөгіліп кетпейді. Осы видеода көрсетілгендей етіп сөгіп, оны тартып байлап қойсаңыздар, ыңғайсыздық тудырмайтын болады. Енді қосымша тағы бір ілгек іліп аламыз да, екінші қатарымызды кері айналдырып тоқитын боламыз. Мінекей, қараңыздар, қосымша бір ілгек ілдім, қатарды кері айналдырдым, және де осы көрсетілген бөліктердің арасынан ілгекті кіргізе отырып, манағы бірінші қатардағыдай етіп тоқимыз. Екінші қатарымыздың соңына да келіп жеттік. Тағы да бір ескерте кетейін, әрбір қатарды аяқтағанда міндетті түрде келесі қатарды тоқу үшін қосымша бір ілгек іліп алып, қатарды кері айналдырасыздар. Және әрбір қатарды осылай тоқитын боламыз. Мінекей, біз 36 қатардың барлығын тоқыдық. Енді жоғарғы жақтан 15 қатар санап аламыз да, белгі қоямыз, екі жағына да шатасып кетпес үшін. Менікі сияқты осындай маркермен немесе кез келген өзіңізге ыңғайлы бір белгі қойып қойыңыз. Және де осы 15 қатардан кейін тағы да 10 қатар санап, астыңғы жағына, үстіңгі жағына белгі қойыңыз. Әр жағында бізде 11 қатар қалады. Яғни бастапқы санаған 15 қатарымыздың сөмкенің алдыңғы бөлігі, 10 қатар сөмкенің табаны және де 11 қатар сөмкенің артқы бөлігі. Яғни біз сөмкеміздің артқы бөлігінен қалта тігетіндей етіп бос орын қалдырамыз. Ол үшін 12-ші қатарды бастаған кезде алғашқы 3 бөліктен тоқып аламыз. 1, 2, 3. Яғни бұл қатар бізде 20 болған, екі жағынан да 3 қатардан алғанда ортасында 14 қатар қалады. Біз сол 14 қатарды ешқандай да бөліктің ортасына кіргізбей ілгектің өзімен тоқимыз. Қараңыздар, 1, 2, 3, осылайша 14 рет тоқимыз да, соңғы 3 қатарға апарып қосып тоқитын боламыз. Он екінші қатарымыз осымен аяқталды. Енді әрі қарай 13, 14, 15-ші қатарды тоқимыз, яғни 3 қатар. Ал бұл бөлікте қалай тоқимыз?
сұрақ туындауы мүмкін. Әрі қарай біз осы бос боп тоқылған 14 қатарды ілгекті сол қатардың ортасындағы жіптен кіргіземіз. Мінекей мұқият қараңыздар. Ортасынан кіргізу арқылы қатарымызды, яғни 13-ші қатарымызды тоқып аяқтаймыз. Мінекей біз барлығы 15, 10, 15-тен 40 қатар тоқыдық. Енді сол әрі қарай тағы 11 қатар тоқимыз. Бұл бізде сөмкенің жабылып тұратын беті болады. Мінекей 11 қатарымызды тоқып болдық. Соңғы қалған жіпті ілгектен өткізіп осылай түйіп қоясыңыздар болады. Осы тұста айта кетейін, менде осы бөліктің барлығын тоқу үшін бір моток жіп кетті. Енді сөмкеміздің екі жанын тоқитын боламыз. Ол үшін осы көрсетілген бөліктен ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп аламыз да, кішкене бөлігін қайырып отырып, тоқылған бөліктің арасына кіргізіп жеріп, осылай 10 рет тоқимыз. Келесі белгіге дейін барлығы сол 10 қатар болады. Бұл тоқыған бөлігіміз біздің сөмкенің көтерме бөлігі болатын. Яғни біз енді барып бірінші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін қосымша бір рет іліп аламыз. Тоқылған бөлікті кері айналдырамыз да, барлығы 15 қатар видеода көрсетілгендей етіп, екі жағында тоқып аламыз. Мінекей сөмкеміздің алғашқы жанының 15 қатарын тоқыдық. Енді бір-біріне қатарларды біріктіріп тігу үшін осындай екі орам жіп қалдырып, жіптің қалған бөлігін қиып алып, екінші жағын тоқи берсеңіздер болады. Екінші жағынан да міндетті түрде осындай екі орам артықтау жіп қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей сөмкеміздің екі жағында тоқып алдық. Дәл осылай етіп енді подкладканың материалында осылай қиып алыңыздар. Ол кезде біз сөмкенің соңғы 11 қатарын есептемейміз. Мінекей қараңыздар, соңғы 11 қатарды есептемей қиямыз. Себебі ол бізде бетінің жабылатын бөлігі. Ал енді сөмкеміздің алдыңғы бөлігіне шағын қалта тоқимыз. Ол үшін түйін түйіп алып, түйіннің ортасына ілгекті өткізіп, негізгі жіпті іліп ала отырып 16 рет тоқимыз. Бірінші қатарды тоқу үшін қосымша 17-ші қатарды тоқимыз да, 16-ші қатардың ортасынан ілгекті кіргізе отырып, тап осылай жоғары қарай 10 қатар тоқимыз.
Мұқият қараңыздар, 11-ші қатарда ешқандай да қосымша ілгек ілмей қатарды бірден кері айналдырамыз да, екінші бөлікке ілгекті кіргізіп, әрі қарай тоқимыз. Яғни соңынан 2 рет тоқитын бөлік қалғанға дейін. Бұл бізде 16 қатар болатын, яғни екі жағынан 2-2-ден қысқартқанда 16-дан 4-ті алып, бар жоғы 12 рет тоқимыз. Он үшінші қатарымызды тап 12-ші қатардағыдай етіп қысқа қылып тоқимыз. Яғни 10 қатар 16 реттен үлкен болып, 12 реттен 2 қатар кішкене болып тоқылды. Тоқып біткеннен кейін 2 орам жіпті артығымен қалдырып, астыңғы жақтан салыстырмалы түрде үлкен болған қатарға біріктіреміз, яғни соңғы 2 қатарымызды. Сол кезде бізде қалтаның формасы сөмкеге біріктірген кезде 4 бұрышты болып, бос орын қалатындай қалтаның формасы шығады. Мінекей қараңыздар. Енді есептей отырып, сөмкенің алдыңғы бөлігінің қақ ортасына қалтамызды туралап қойып, осындай трикотаж жібіне арналған инемен, немесе ол ине болмаса маңызды емес, ілгектің көмегімен маталарды бір-біріне біріктіріп тіккен секілді қарапайым тігіспен тігіп шығамыз. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Видеода көрсетілгендей етіп мұқият тігіп шығыңыздар. Яғни екі жанын және астыңғы бөлігін сөмкеге бекітіп қалтаны тігеміз. Мінекей сөмкеміздің қалтасы томпайып өзінің формасын шығарып тігілді. Енді сөмкеміздің екі жақтауын бір-біріне дәл осылай етіп қалтаны қалай біріктіріп тіксек, екі жақтауды да солай иненің көмегімен немесе ілгектің көмегімен кіргізе бір-біріне беттестіре отырып, теңестіріп, әрине осылай видеодағыдай етіп тігіп шығамыз. Бір ескерте кететін жағдай, сөмкенің екі жанын бір-біріне қалай біріктіріп тіксек, бағанағы қиып алған подкладканы дәл осылай бір-біріне біріктіріп тігіп, ішкі формасын сәйкестендіре отырып сөмкеге бекітіп, иненің көмегімен тігіп шығамыз.